Мысыр мумияларының қарғысы. Бұл жай аңыз ба, әлде шынайы қауіп пе? Ежелгі пирамидалар мен мумиялар тек ежелгі өркениет тарихы ғана емес, олармен байланысты қорқынышты оқиғалардың куәсі. Айтуларынша, пирамидаларды ашқан археологтардың өмірінде түсініксіз әрі қорқынышты жағдайлар орын алған. Ең танымал оқиғалардың бірі Тутанхамонның қабірі ашылған сәт. Бұл оқиғаға қатысқан адамдардың көбі жұмбақ жағдайда қайтыс болған. Біреу кенеттен ауырған, енді біреу белгісіз себептермен апатқа ұшыраған. Мен 10 000 подписчик жинауды мақсат етіп қойдым. Егер бұл видеоны көріп тұрсаңыз, дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басыңыз. Ал пікірге нүкте қалдыруыңыз үлкен көмек. Ғалымдар бұл оқиғаларды кездейсоқтық немесе қабірден таралған улы заттармен байланыстырады. Бірақ мистикалық теорияларға сенетіндер бұл мумиялардың қарғысы дейді. Олар ешкімнің қабір тыныштығын бұзуға құқығы жоқ деп есептеген. Ең қорқыныштысы, бұл қарғыс тек археологтарға ғана емес, мумиялардың жәдігерлерін көрген адамдарға да әсер етуі мүмкін деген пікір бар. Ал сіз бұл аңызға сенесіз бе? Мумиялардың қарғысы шынымен бар ма? Өз ойыңызды пікірде бөлісіңіз. Рахмет. Келесі видеода көріскенше.